Біз жалпы Астана халықаралық мектебіне, оның ішінде тілге бойлау сыныбына осыдан 1 жыл бұрын келдік. Демек, 1 оқу жылы өтті. Нәтиже қандай? Біз келген кезде қазақ тілінде сөйлем құра алмайтынбыз. Енді жеке-жеке сөздерді білгенмен, қазақша түсінгенмен. 1 жылдың ішінде емес, тіпті бірнеше айдың ішінде менің балам сөйлем құрып, ойын қазақша айтып үйренген кезде мен қуандым. Ең бастысы мен осы жобаға, осы жалпы программаға үлкен алғысымды айтамын. Өйткені менің қызым қазақша өз ойын жеткізетін болды. Менде тағы да биыл ұлым 1-ші сыныпқа барады. Оны да осылай осы жоба программасымен осы сыныпқа жіберемін. Мектепте қазақ тіліне байлау классына барды. Жылдың басында тек қана қазақша қарапайым сөздерді ғана білді. Өзіміз үйде орыс тілде орысша сөйлейміз. Қызымыз да балабақшада орысша сөйледі. Бірақ осы жылдың ішінде деңгейі қатты өсті. Масы бойынша сынып ашылғанда біз осы сыныпқа түсіп оқи бастадық. Шынымды айта кетейін, балам қазақ тілінде мүлдем сөйлемейтін деп айтуға болады. Біздің мұғаліміміздің тәжірибесі мол, және біз оған үлкен сенім артамыз. Сондықтан осы жобадан үлкен бір жетістіктер күтемін.